Бүгін біз әлемді дүр сілкіндірген 30-дан астам әйелді өлтірді деп айыпталған Тед Бандидің өмірі мен оның мистикаға толы әрекеттеріне үңілеміз. Бұл адам шынымен қаншер ме? Неге халық зұлым әрекеттерді ол жасады дегенге сенгісі келмеді? Жан түршігерлік қылмыстарының артында не тұр? Мұның барлығы біздің бүгінгі әңгімемізде. Тед Банди. Сырт келбетіне қарап нағыз кино жұлдызы дерсің. Ұзын бойлы, өте ақылды, сөзге шешен және сыпайы. 1970 жылдары қарапайым христиан отбасынан шыққан, психолог дәрежесі бар сүйкімді заңгер студентті бір қарағанда маньяктың рөлінде елестету қиын еді. Жас жігіт белді университетте оқып саясатқа да өз үлесін қосқан. Талай адамдарды өлімге әкелетін шешімдерден бас тартқыздырған зорлық-зомбылыққа қарсы көмек көрсету орталығында жұмыс істеген. Бұл тартымды масканың артында кісі өлтіруші маньяк болды дегенге сену қиын. Америкада бір қатар жас қыздар жоғалып кете бастады. Полиция ешқандай айқын із таппады. 1974 жылы 1 ақпан. Вашингтон университетінің студенті Линда Хилли есімді қыз жұмысына бармады. Қыздың көршілері оның бірнеше күн бойы үйде болмағанын байқап, полицияға шағым түсірді. Полиция үйіне келгенде төсек орны ұқыпты жиналған, матраста бірнеше кішкентай қан іздерінен басқа ешқандай дәлел таппады. Тед Банди тек қана кісі өлтіруші емес еді. Ол өз қылмыстарын жүзеге асыру үшін ақыл мен айла қолданған, манипулятор және психолог болды. 1974 жылы 14 шілдеде Вашингтондағы Самамиш көлінің жағажайында 40 мың адам жиналған күнде Дженнис Уотт пен Деннис Насланд жұмбақ жағдайда жоғалып кетті. Куәгерлер гипсі бар Тед есімді жігіттің олардан көмек сұрап, сары Volkswagenге қарай ертіп әкеткенін айтты. Қыздар сол күйі тірі көрінбеді. Тергеу барысында Тед Банди күдікті ретінде назарға ілікті. Оның мінезі мен іс-әрекеті күдік туғызды, бірақ нақты дәлелдер жетіспеді. Самамиш көлінің маңынан қыздардың сүйектері табылған соң, Банди басқа штаттарға көшіп қылмыстарын жалғастырды. 1974 жылы 18 қазанда Солт-Лейк-Сити маңында полиция бастығының қызы Мелисса Смит жоғалып кетті. 9 күннен кейін оның денесі жақын маңдағы таулардан табылды. 2 апта өткен соң 17 жастағы Лаура Энейм маньяктың келесі құрбаны болды. Оның сүйектері үлкен каньонда табылды. Тергеу барысында жергілікті полиция екеуінің де зорланып, нейлон шұлықтарымен тұншықтырылып өлтірілгенін анықтады. Алайда қылмыскердің жеке басы белгісіз болды. Сол уақытта полиция бұл оқиғалардың Вашингтонда осындай мәнермен жасалған 8 басқа қылмыспен байланысты екенін білмеді. Солт-Лейк-Сити маңында 18 жастағы Керол Даронч маньяктың қолынан аман қалған жалғыз қыз болды. 1974 жылы 8 қарашада өзін полиция қызметкер ретінде таныстырған ер адам оған жақындап, автокөлігін бұзып кеткенін айтып мәлімдеме жазуға шақырды. Керол оның күдікті екенін түсініп абай болды, бірақ полиция куәлігін көрсеткен соң ер адаммен көлікке отырды. Жолда Керол оның өзіне жалған бағытта кетіп бара жатқанын байқады. Қыз көліктен секіріп қашуға тырысты, бірақ ер адам оны ұстап күресе бастады. Ақыры Керол қашып жақындап келе жатқан көлікке мініп полицияға барды. Ол қылмыскердің бет-бейнесін егжей-тегжейлі сипаттады, бірақ оны табу бірден мүмкін болмады. 1975 жылдың тамызында полиция Солт-Лейк-Сити маңында жарығы өшкен Volkswagen көлігін тоқтатып, оны Тед Банди басқарғаны анықтады. Бұл көлікпен адам Керолдың мәлімдемесінде сипатталған еді. Керол тергеу үшін шақырылғанда, Тед келбетін өзгерткеніне қарамастан, оны ұрлаушы ретінде таныды. Осылайша, Бандиге алғашқы нақты айып тағылды. Тед Банди сот алдында жауапқа тартылып, Юта штатының заңдарына сәйкес 1 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылды. Алғашында бұл іс жергілікті газеттерде ғана жазылды. Алайда, біртіндеп басқа басылымдардың журналистері назар аударып, Вашингтондағы газеттердің бірі Ютадағы Тед, Сиэтлдегі Тедпен бір адам болуы мүмкін бе деген мақаланы жариялады. Бұл сұрақ қоғамда үлкен резонанс тудырды. Әртүрлі штаттардағы полицейлер Тедке қатысты қылмыстарды тексеру үшін Ютаға келе бастады. Осылайша, жас қыздардың өліміне байланысты қылмыстардың күрделі желісі біртіндеп тарқатыла берді.
1979 жылы Флоридада басталған сот процесі Американың ең шулы істерінің бірі болды. Бұл процесс ақш-тың 50 штатынан және 9 елден келген журналистердің назарында еді. Сот басталғанға дейін Тедке психологиялық тексеру жүргізілген еді. Сарапшылар оның агрессияға бейім екенін анықтағанымен психикалық тұрғыда дені сау деп тапты. Тед өзін сабырлы ұстады. Аспен қаласына келген соң ол журналистермен жылы сөйлесіп, кінәсіздігін дәлелдеуге тырысты. Сондай-ақ көп уақытын кітапханада өткізіп, құқықтық әдебиеттерді оқыды. 1977 жылдың 7 маусымда кезекті тыңдау кезінде үзілістің уақытында Тед құқықтық анықтамалармен жұмыс істеу үшін бөлек бөлмеге өтініш жасады. Оны бөлмеге тек бір күзетші алып кірді, ал күзетші есік алдында қалды. Осы кезде күтпеген жағдай болды. Тед терезені ашып, екінші қабаттан секіріп қашып кетті. Тед 6 күн тауларда жасырынды, бірақ ауа райының нашарлығы мен аштық оны қалаға оралуға мәжбүр етті. Қайта ұсталған кезде ол 11 келіге арықтағанымен өзін сенімді әрі сабырлы ұстады. Оның әйгілі фотосуреттерінде камераларға күлімсіреп тұрғаны көрінеді. Олар менің әлсіздігім мен шаршауымнан оңай сыр беретінді ойлады, бірақ олар қателесті. Бандидің қашуынан кейін түрмедегі бақылау күшейтілді. Алайда 1978 жылдың қаңтарында ол одан да күрделі жоспармен екінші рет қашты. Ол салмағын 63 келіге дейін азайтып, камера төбесіндегі люк арқылы шығып, түрме қызметкерінің пәтеріне дейін барды. 1978 жылдың 14 қаңтарында Таллахасси қаласындағы әйелдер жатақханасына кіріп, 5 қызға шабуыл жасады. Екеуі сол жерде қайтыс болды. Тед Банди жағдайдың өте ауыр екенін түсінді. Оған бірнеше штатта жасалған кісі өлтірулер бойынша айып тағылды. Ал тергеушілер оны ең жоғарғы жазалау шарасын тартуға тырысып жатты. Дегенмен, ол әлі де өзінің кінәсіздігін мойындамады. Алайда, бір тергеу кезінде ол тергеушілердің зәресін ұшырған сөздер айтты. Егер сіз мені айыптап отырған қылмыстарды жасаған адамды тапсаңыз, ол адам 6 штатта 3 таңбалы санға жететін әйелдердің өліміне жауапты болады, деді Тед. Сот процестеріне Бандиді танымайтын, бірақ оның келбетіне қызығатын жас әйелдер жиналды. Журналистер олардың сотқа неге келгендерін сұрағанда ол өте сымбатты, мұндай адам кісі өлтіре алмайды деп жауап берген. Тедтің өміріндегі ерекше адамдардың бірі Кэрол Энн Бун. Ол Тедті қорғау үшін куәгер ретінде сөз сөйледі. Кэрол оны мейірімді, сабырлы адам ретінде сипаттады. Сол сәтте Тед сот залында оны күтпеген жерден тоқтатып сұрақ қойды. Маған тұрмысқа шығасың ба? Кэрол келісімін берді. Бұл әрекет сот процесін көбірек көрерменге қызықтыру үшін жасалған шоу сияқты көрінгенімен, Тедтің ерекше мінезін тағы бір рет айқындады. Тедтің мемлекеттік қорғаушысы Майк Минерва оған кінәні мойындап, өмір бойы бас бостандығынан айырылуға келісуді ұсынды. Алғашында Тед қорғаушысымен келісімге келгендей көрінді, бірақ 1 маусым күні сотта ойынан айнып, бұл келісімді қабылдамады. Ол адвокатпен жұмыс істей алмайтынын айтып, өзін-өзі қорғауға рұқсат беруді сұрады. Тед бәрін өзі басқаратынына сенімді болды. Ол ешқашан айыптарды үнсіз қабылдамас еді, деді айыптаушы тараптың адвокаты. Тедтің командасына жас адвокат Маргарет Гуд қосылды. Ол Тедті кінәсіз деп таныту үшін оның ақыл-есі дұрыс емес деген стратегияны ұсынуды ұсынды. Бірақ сот Тедтің сотта өзін қорғау қабілетті екенін және жауапқа тартылуы тиіс екенін шешті. Гудтың айтуынша, Тед жиі күтпеген әрекеттер жасап, адвокаттарын тығырыққа тіреген. Мысалы, ол айыптаушы тараптың куәгерін, полиция қызметкерін кенеттен тергеуге алып, қылмыс болған жерде егжей-тегжейлі сипаттауын талап етті. Бұл оқиға Тедтің қылмыс жасаған сәттерін қайта тамашалағысы келгендей әсер қалдырды. Сотта айыптаушылар Тедтің кінәсін дәлелдейтін айқын айғақтарды ұсынды. Оның тіс іздері құрбандарының денесінде табылған жарақаттармен сәйкес келді. Бұл дәлелдер адвокаттардың барлық уәждерін жоққа шығарды. Ақырында 6,5 сағаттық талқылаудан кейін алқабилер Бандиді барлық айыптар бойынша кінәлі деп тапты. Судья Эдвард Говард Тедке электр орындықта өлім жазасын тағайындады. Бұл үлкен қайғы. Мұндай ақылды адам дұрыс жолды таңдамай, қылмыскер атанды. Ол керемет адвокат бола алар еді, деді судья үкім оқыған кезінде.
Тедтің интеллекті мен психология саласындағы білімі оны ФБР үшін ерекше құнды ресурсқа айналдырды. ФБР агенті Билл Хакмайермен ұзақ әңгімелер жүргізіп, оған қылмыскердің ойлау жүйесін түсінуге көмектесті. Тіпті Тед кейде өзімен бірге газет қиындыларын алып келіп, Хакмайерге қылмыскердің мінез-құлқы туралы айтатын. Өз өмірін сақтап қалу үшін Банди бірнеше рет өлім жазасын кейінге шегеруге тырысты. Ол тіпті жаңа құрбандарының денесі жасырылған жерлерді көрсетуге уәде етті. Бірақ бұл әрекеттерден шаршаған билік бұдан былай уақыт бермейтінін мәлімдеді. 1989 жылдың 24 қаңтарында таңғы сағат 7:16-да Тед Банди электр орындықта жазаланды. Сол күні түрме маңына мыңдаған адам жиналды. Олар фейерверк атып, өлім жазасының орындалуын тойлап, оның денесі шығарған катафалкты қуанышпен шығарып салды. Америка ең харизматикалық сериялық қылмыскерден құтылды. Тед Банди қайтыс болса да, оның тарихы әлі күнге дейін қызығушылық тудырады. Кітаптар жазылып, фильмдер түсірілуде. Зерттеушілер оның тұлғалық феноменін түсінуге тырысады. Бір жағынан ақылды, әрі сымбатты адам, екінші жағынан суыққанды қанішер. Бандиге психологиялық тұрғыдан сау деген диагноз қойылғанына қарамастан, оның жасаған қылмыстары адамзаттың қараңғы жағын әлі күнге дейін зерттеуге мәжбүр етеді. Мүмкін, бұл жұмбақты толық ашу ешқашан мүмкін болмас.